Паша. 这里不可能拍视频啊。 Короче, бізге түсіруге рұқсат бермей жатыр, брат. Ана кісілер бар ғой, отыр ғой, карта ойнап кәдімгі. Киім сататын оптовый рынокқа келдік. Мынау деген өте керемет сапа мынау. Бұл товардың бағасы осы жерде баруымен 3000 теңге болады. Бұл жерде именно фейковый заттар сатады. Бұл жер былай айтқанда подпольный жұмыс жасайды. Ассаламуалейкум достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Біз дәл қазір Қытай мемлекетіндеміз және де Гуанчжоу қаласындамыз. Гуанчжоу қаласында бізде қазір кішігірім шолу жасап өтеміз. Бұл жерде бізде киім фабрикалары өте көп. Біздің маркетплейстерді білесіздер, Wildberries Озонда ең көп өтетін ол бізде киім нишасы 70-80%. Негізінде основной доход сол киімде жатыр. Бүгін сол фабрикаларға да баратын боламыз. Бүкіл осы Гуанчжоумен сіздерді таныстыратын боламыз. Және бұл Гуанчжоуда жылына 2 рет Кантон көрмесі болады. Құдай қаласа сол көрмелерге бізбен бірге бара аласыздар. Біз кеттік, бастаймыз. Біз сапарды бастап жатырмыз. Гуанчжоудағы күніміз жалғасуда. Қазір біз уйғурская кухняға келдік. Бұл жердегі халал тек қана уйғурская и дунганская кухня. Қалған бәрі халал емес. Сондықтан да қазір уйғурская кухняға кіріп тапанчы жейтін боламыз. Мен сізді таныстырып өтейін. Мына жерде бізде Шалқар аға. Шалқар бұл кісі біздің продюсер. Полный осының бәрін организовать етіп, за кадром жүретін адам ғой. Бір-екі сөз айтыңыз. Иншалла, Гуанчжоуға келіп жатырмыз. Мықты контент, мықты жоба күтіңіздер. Күтіңіздер. Кеттік. Ана кісілер бар ғой, отыр ғой, карта ойнап кәдімгі. Қытайдың гангстерлері, Қытайдың қандай бір қалай айтсам болады енді. Вайбы сезіледі бар ғой аналардың. Тележка, вайб, еще зонтикпен жүр ғой, брат, мопедтер. Мына жерде еще велосипедтердің бәрі электрический ма бір нәрсе, короче. Қараш? Жақынап көреге. Мынау велосипед, короче, электрический ғой. И арендаға беріледі мыналардың бәрі. QR-мен, короче. Мощно, по идее. Әсірхан бізбен бірге жүріп, бұның нишасы, бұл кісінің нишасын біз Ю қаласын таңдайтын боламыз. Юға біз иншаллах ертең жүреміз. Бүгін Гуанчжоудамыз. Гуанчжоу қалай сізге ұнап отыр ма? Жалпы күшті, мегаполис деген сөз прям көрініп тұр. Адам көп. Алматыдағыдай мопедпен жүретін нелер көп екен. Бұл жерде мопед біздікінен 10 есе көп шығар мені. Мынау уйғурская кухняны сыртына қараңыздаршы, ахи брат тұр, ахи брат. Халал деген нәрсе мынау сыртында осы ғой деймін, алдында дос болды Хинджианг міне. Хинджианг ресторан ол типа халал ресторан деген сияқты ғой. Вот кеттік кірейік ішіне. Нихао. Асик отыр. Алейкум ассалам. Достар, біз Гуанчжоудың киім сататын оптовый рынокқа келдік. Бұл рынок именно киім сататын. Мысалға, бұл жерде әртүрлі нишалар, әртүрлі базар болып бөлінеді, целый. Мысалға, мына жерде тек қана киімдер сатады, в основном. Басқа жерде уже тек қана детский киімдер сатады. Басқа жерде 1000 мелочек. Біздің Алматыдағы базарларға ұқсас, бірақ одан многократно үлкен. И товардың бағасы өте төмен, одан бөлек сапасы жақсылары бар, жамандары бар. Анау брат, анау не деуші еді анау? Типа бағасы мен несі сай дегенді қалай айтшы еді қытайша? Бағасына сапасы сай деп па? Қандай? Какой спрос, такое предложение? Сіз айтсыз ғой кеше айтсыз ғой бағасы мен сапасы сай дегенді қалай айтсыздар кеше қытайша? Жиағы хачиляң дейді бұл жерде, короче, дезен. Кеттік болды. Бұл жерде бағасы сапасын сай өткен мысалға. Бұл жерде әр товардың үстіне үлкен маржа қоймайды. Мысалға біз Wildberries'ті сатамыз, немесе Озонды сатамыз. Біз товардың үстіне бірге-бір қойсақ, бұлар олай емес. Бұлар в основном өте үлкен конкуренция болғандықтан бағасын өте төмен түсіреді, өте аз маржаға жұмыс жасайды. Сондықтан да бұл жерде шынында айтқанда бағасы сапасына сай болып келеді. Ал Wildberries'те олай емес. Wildberries'те қымбат болып сата береді ол. Сондықтан солай. Осы жерден қазір біз өзімізге оптым товарларды таңдайтын боламыз. Біз өзім киім нишасында да сатамын, өзімде де киім товарлары бар. Сондықтан да өзіме де қызық. Қазір толықтай біз сіздермен осының ішін кіріп, аралап, поставщиктармен сөйлесіп, қандай баға ұсынатынын барлығын көретін боламыз. Кеттік. Мына базардағы ең мықты магазиндердің біріне келдік. Қазір көрейік, бағастарын салыстырып, сапасын, бағасын көрейік. Салыстырып.
Асеке қалай екен? мынау 38-ден 38 деген ба? 38-ден қанша ол? Мынау деген качествосы прям. Мынау деген качествосы, Луи Виттонның качествосы ғой мынау. Ой. Жігіттер. Мынау шайда мен футболка тану білемін ғой, мынау деген өте керемет сапа мынау. 38 юан деген қанша теңге? 2400 теңге ма? 2400 Мә, теңге. 2400 теңге качество мынау. Примерно смело мынау, короче, 30-40 мың нәрсесі ғой мынау. Адаға Луи Виттон футболкалар 120-130 мың тұрды, бұндай качество жоқ мынау деген. Әдемі екен я. Өте күшті сапа. Сапаны фотодан жібере алмайсың да Сонда просто. бар ғой мынау. Просто бренд қой. Қанша бренд деген, әшейін бренд қой. Аты бар да, бірақ бәрі сол бір матадан жасайды. Мынау мысалы сапалы матадан жасалған. Мынаны мысалы Луи Виттон LV деп жасап, мысалы негізі $1000 сата береді. $500 дейікші. Я Луи Виттон так и делает же мысалы. Так и делает, брат. Мысалы мына жақта LV деген значок болса, бітті $500 тұрса сатыла береді да. Ну шынымен мен енді Луи Виттон сатып көрген адаммын ғой енді. Сатып алдыңыз ба мынаны? Мен сатып жатырмын я. Ақша бар ма, берейін ба? Снимаешь, да? Қарасаңшы lan. Ну, прям мен үшін арналған екен, алу керек қой, ә? Бар, бургер бар. Размер бар ма, сұрап көрейік? Салам бро деп жазып алу керек мына жаққа. Тема екен, бірақ качествосы прям. Я дерзкий качественно, брат, мен бәрін аламын, ағында, көгінде. Мына жерде байқағандарыңыздай тек футболка и басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Тек футболка сатып отыр, қарашы, брат. Бір шорты бар екен, қара, жүр кет. Жүр. Қарашы, основной ниша типа бұл жерде негізгі мен сіздерге бір нәрсе айта өтейін. Заводтарды дұрыс таңдаған кезде негізі мықты заводтар, бұл енді бұның өзінің заводы бар ғой по-любому. Завод таңдаған кезде ол завод бір категория, бір нишада ғана специализированный товар шығару керек. Мысалға осы завод основной продукт ода футболка. И футболка ғана шығарады, и сапасы мықты. И арасында триколар, сол нишада бір-екі товарлар болады басқа. Егер де мысалы біреу футболка и екінші товары аяқ киім болатын болса, уже ол Қытайдың заводтарын таңдаудың қажеті жоқ. Бұл үлкен фишкалардың бірі негізінде. Кеттік, бағаларын салыстырып көрейік. Мына жерде бізде теннискалар бар екен. И вот мынау мықты өтетін товарлардың бірі Wildberries. Мына жерде мына алып келші, мынаны көрсетем. Так, мына товар. Мына Wildberries мықты өтетін товар. Мен қазір тауып бере аламын даже ше мынаны. Бағасын сұрап көрейін бе? Қазаққа ұқсайды екен мына қыз, ә? Ұқсайды, ә? Ұқсайды. 38 деді. 38. Мынау 2400 теңге тұрады. Мынау 2400 теңге. Жетуімен қанша болады примерно, брат? $1 деші, біреуінкі. $1, 2400 плюс $1 ол бізде 450 теңге. Ол грубо айтқанда 3000 теңге. Ар жақта упаковкасы 3500 теңге деп алсаң, 3500 теңге. И Wildberries сататын бағасын қарайық. Бұл комиссия ештеңе қоспаған кезде. Міне тура осы товарды мен Wildberries'тен таптым. Мында келіңіздер. Мына товар міне. Бұл товардың бағасы осы жерде баруымен 3000 теңге болады. Wildberries сатып атқан бағасы 1100 рубль, ол примерно 6-6,5 теңге. Бұдан қалатын пайда таза 70% маржа, таза пайда. Комиссия бәрін алып тастаған кезде. Еще біз логистиканың бәрін қостық, каргоның бәрін қостық. Wildberries'тің өзінің комиссиясы бар, анау бар. Негізінде осыған ұқсас товарлар өте көп екен. Осындай сапасы, бағасын сай товарларды алып сататын болсақ, Wildberries'те в принципе нормально сауда жасауға болады. И осындай бутиктар миллиард қой Гуанчжоуда. Негізінде келіп, көзбен көрген бәрі бөлек, стап көрген бөлек, өткені фотомен сапасын бәрібір сіздер өз көзімен көре аласыздар. И келіп товар алудың бір плюсы, ол сіздер поставщикпен напрямую сөйлесіп аласыздар да, бағасын жақсы түсірсе болады, ол біріншісі. Екіншісі, поставщикпен сөйлескеннен кейін ол сізде доверие пайда болады. А доверие пайда болса, егер де сізде 5 миллион теңге ғана болса, бірақ 10 миллион теңгеге товар алғыңыз келсе, ол сізге реализацияға бере алады қалған суммасын, 50%. Потом уже вообще бүкіл товарды реализацияға беріп, сіздер 0 теңге құйып қана ол сізге полный товарларды сатып беріп отырады. Вот солай, егер де ол тек қана сізді көрген жағдайда болса, солай үлкен суммада бере алады. Егер де чисто онлайн алатын болсаңыз, ол ондай мүмкіндік сіздерде болмайды. Вот сондай. Осы жерде жүрген местный брат бізге совет етіп, Мерген деген брат, что там, брат? В общем, қазір айтсашы бірінші деп айтасың деп, что там, брат? Жоқ, не, мына жерде қандай қызықтар бар, өзің айта көрші камераға просто. В общем, мына жерде біз қазір киімдер сататын рыноктарда жүрміз. Айтып қойдым оны. Иә, киім сататын. Мына жерде қазір футболкалар, барлығын қараймыз, бағаларын сравнить етеді. Тек қана футболка сатамын ана жерде? Жоқ, бұл жерде мужской, женский киімдер, трико, носки. Давай женский киімдерге барайық. Давай аралайық жеңмен. Кеттік. Қайсысы? Бұлар мужской ғой, бәрі мужской, прикинь.
мынан бәрі мужской, брат, прикинь, мужской футболкалар чисто. Аллахума салли аля саййидина. Аллахума барик аля саййидина. Салават айтып жүрген, салават. Мына немене? Мына не женский киімдер ма? Мына Wildberries'те өтетін сұмдық товарлар ғой, брат, мынау деген потолок мына. Осындай жерлерде мына. Қандай магазин мынау? Жауапты сағатын десең. Вот, сондай. Кетіп кіріп көрейік, бағасын салыстырып көрейік. Қазір бұл жердегі кісілермен съемкаға келістік. Қазір бағасын салыстырамыз. Мынау өте жақсы қазіргі сезонда өтетін товарлар. Давайте бағасын сұрайық та салыстырайық, брат. Бағасын сұрап берші, брат. Так, қазір кетіріңіздер. Мысалы, ең қатты өтетін товарлар, олар мынандай көйлектер да. Мына көйлектер. Жаздық нелер ғой. Я, бұл жаздық көйлектер ғой қазір, кетіңіздер. Шершицы, мына. Да, на көйлек сұрашы, на көйлектер. 回家多少这个？ 78，因为手感可以摸得到的货。我说好， Так, мына көйлектің бағасы мына жерде 5000 теңге, ол келуімен примерно 6,5 теңге болады. Wildberries'те сатып жатқан бағасы тур осы көйлек бұны, қараңыздар. Бұл бізде бағасы 14240 теңге со скидкой. Бұның үстінен сонда получается бізде 130% маржа болып тұр. То есть бұндай товарлар өте көп негізі Гуанчжоуда. Бағана айтқандай преимуществосы өте көп. Қараңыздар. Если хотите, менің инстаграмға кіріп завод деп жазсаңыздар, осы заводтың сіздерге ссылкасын жіберем. Сол. Чек-лист. Мынандай триколар, именно корейский стильдағы триколар өте қатты өтеді. И қазір модада отқан материал леон. Ана артында тұрған леон материал көрсетші, брат, ана тұрған. Розовый. Сол. И мыналардың бағасын сұрашы, брат. Мынаның бағасын. Мынау қанша? Мына 45 юан деген қанша теңге? Мына 45 юан тұрады. Мынау 2900 теңге тұрады. Wildberries'те бағасы мына 10 мыңнан кем тұрмайды. Мына қараңыздаршы, мына қарашы, брат, мынаны сұршы. Мысалы, мына көйлек өте, мынау дерзкий көйлек по идее, мынау өтетін көйлек та. Мына Wildberries'қа саласың, сразу өтеді. Мына бағасы қанша, брат, сұрашы? Қанша ол? 5000 теңге. Мына 5000 теңге тұрады. Мына походу качествосы нормальный магазин ғой деймін да? Тура осы көйлекті тауға болады да 1000 теңгеге, 500 теңгеге. Бірақ мына жерде 5000 теңге тұрады. То есть это вообще типа біз түбіне келіп айтып жатқан бағасы осы. Бұл значит сапасы өзінің бағасын сай, мына тігістерінен көрсе болады қазір. Қазір біз мынау магазин келді, Shumei Global деген. Осы магазинде именно подростковтарға арналған товарлар, киімдер бар екен, кетіп кіріп көрейік. Адамдардың бәрі бізге қарап отыр ғой, кәдімгідей. Типа ойлашы, брат, типа біз камерамен жүрміз да, петличкамен. Нихау. Короче, мына неме қыстық киімдер жүр ма, неме? Бұл жақта бар ғой, қыстық жаздық киімдер осы ерте жарықта арзан болады емес пе? Арзан тоқтайды. Бұл енді алдыңғы қысқа дайындалып жатқан товарлар ғой, сонда. Брат, мына мысалы мына товарлар Ресейде сұмдық өтеді, брат, мен саған айтайын. Мынау өте қатты өтеді Ресейде. Мысалы, просто мынау қыс жақындар алдым, мысалы біз августта дайындаламыз қысқа примерно. Августқа мысалы мына товарларды салатын болсаңыз уже и ол қыста өзімен өзі ешқандай рекламасыз ақ көтеріліп кететін товарлар ғой, былай айтқанда. Мына бағасын сұраңызшы. Мынау 7000 теңге ма, оптың бағасы ма? Машалла, мынау сұмдық қой, мынау 7000 теңге деген по идее ше. 7000 теңге ма? Иә. Мынау 7000 теңге ма? Иә, 7000 теңге. А мынау қанша тұрады? Тоже примерно 7000 теңге ғой сол? Иә. Мынау күштірек сияқты. 7000 теңге екен бәрі. Йо, нан. Нан, Prada деп жазып 1,5 миллион сатса болады ғой. Сіз анау кешкінде базарға апару керек сияқты, анау Louis Vuittondарға ше. Мен тұр ғой, так Louis Vuitton да тура осындай ғой мынау. Иә. Louis Vuitton ғой 1,5 миллион тұрады мынау. Мына жазылып тұр ғой Louis Vuitton деп. Қайсысы? Анау. Ну, дешевая поделка мынау енді. Что, бұл дешевый бюст? Міне. Louis Vuitton. Louis Vuitton, 7000 теңге Louis Vuitton. Кім біліп жатыр иә сол? На, мен киіп алсам, оригинал деп ойлайды, Аске. Или сіз киіп алсаңыз. Алсайшы 7000 теңге сатып аласыз. Жүр мен қазір қыстап өзі қайнап жатқан кезде. Мынау куртка вообще салам алейкум. Мынау әдемі екен, иә? 7800. Мына куртканы салсам, мысалы, именно қыста өте қатты өтіп кетеді, мысалы. Бізге именно Wildberries'те вау эффект беретін товарлар қатты өтеді. Асеке модель бізде. Ойласам да что?
70 деген киім. Бұл баға үйде іші түседі. Мына 70 теңге шынымен Егер де осы заводтың ссылкасын алғыларыңыз келсе, Инстаграмға өтіңіздер. Асхат ағаның Инстаграмына өтіңіздер де завод деп жазыңыздар деп. Или менікіне. Вот. Сол жерде автоматически сіздерге осы заводтың ссылкасы берілетін болады. Достар, в общем, біз мынаның екінші этажына көтерілдік. Бұл екінші этаж полный светі бағана өшіріп тұрды. Біз көтеріп алдық. Бұл жер бұл айтқанда подпольный жұмыс жасайды. Негізі кешкі түнгі 12-де подпольный жұмыс жасайтын магазиндердің көкесіне барамыз. Олар тек қана түнгі 12-де ашылады. Біз сол жерге баратын боламыз. Гуанчжоу күтіңіздер. Қазір мына жерде брендовый Louis Vuitton, не Louis Vuitton бүкіл товарлар осы жерде сатылады. Еще этот не ғой? Прикол в том, что бұндай сатуға болмайды негізі. Вот. Сосын бұл біз прямо заводтың өзіне келдік. Негізінде бұл магазиннің өзінің заводы бар. Прямой заводқа получается. Кез келген мына жерде тұрған товарды таңдап, сол товарды тіктірте берсе болады. Мынау прям өз заводтың өзінің магазині ғой получается. Посредник емес ешқандай. Ал егер сіздер 1688 басқа немен жұмыс істесеңіз, ол жерде сіздерде по-любому посредник болады. Ну, в основном емес. Кеттік. Кешкі вайп деп аталады. Мына жерде адамдар уже кәдімгі көбейе бастады. деп аталады. Сен ұра бересің, кейбіріңіз, Айта берсең, в общем, мынау қазір адамдар енді көбейіп жатыр. Бағана күндіз вообще адам болмады, өте аз болды. Қазір кеште уже адамдардың саны көбейіп бастап, движуха басталды. Мен бағана осы жерде жүрген гид балалардан сұрап жатырмын. Брат, мына жерде ешқандай кипіш жоқ қой, қайда біз типа мировой рынок қой мынау. Сөйтсем, барлығы кешке, түнде, кешкі салқынмен басталады екен. Вот сол. Негізі қызығы бұл жақта қозғалыс сағат 11-де басылады. Күндізгі 11-де. Бірақ енді нағыз қозғалысты байқап отырмыз. Сағат қанша болды? Сағат 8:30. Бірақ ыстық қой енді. Сұмдық ыстық, бір 40 градустай. Енді 31 бәле болса да ощущается как 40. Өйткені ауасы өте ылғалды ғой. Сол себептен. Қазір енді қала тіріліп жатыр, көріп жатырмыз. Құмырсқалар жүр, тіршілік жасап. Бүгін түнгі сағат 12-де бізде қандай базар ашатынын білесіз ғой? Түнгі 12-де фейктардың базар ашылады. Бірақ біз сіздерге фейктармен айналысуға ұсынбаймыз, өйткені ол харам болады. Бетте айтасақ енді, конкретно ол фейктармен айналысуға болмайды екен. Өйткені фейктармен айналысуға болса, мен енді баяғыда көп ақша тауып тастайтын едім. Бірақ оказывается ол болмайды екен. Өйткені оны сол үлкен брендтердің ақысына кіріп кетесің. Қанша күшті фейк болса да сатуға болмайды. Сондықтан да бүгін біз 12-де фейктерға барамыз. Қызық көруге барамыз да, короче. Кешкі Гуанчжоу, күндіз біз базарларды араладық, көрдік. Енді қазір біз кешкі Гуанчжоуды қарап, кішігірім Гуанчжоудың ең әдемі жерлерін қарауға, тамашалауға шықтық. Короче, сондай. Базар жоқ, қараш. Контент па? Контент десеге. В общем, мен Қытайда уже 3 рет Қытай халқы өзгермепті. Сол бұрынғыдай. Қытай сол бұрынғыдай. Жүрмей ғой. Жүрмей қойын ба? Жүрмей қойын. Мен де енді әдет қой, жүре беріп, камера сөйтіп түсіремін де. Халық өте орысшасы қалай шумный дегенде. Қазақшасы. Айта беріңіз орысша. Короче, халық өте шумный ғой. Айқайлап сөйлейді анау. Жай сөйлеген өзі андай. Бас ауырып кетті. Шынымен мынау Гуанчжоудан кейін Алматыға ауылға қайтын десең жарасады. Шынымен адам слишком көп. Праздник болып отқан сияқты какой-то бір. Бірақ бұл обычный күн шығар. Бұл обычный күн. Бірақ бүгін суббота ғой. Қазір. Бүгін суббота. Суббота. Бүгін суббота демалыс. Жоқ, короче, бар ғой, Алматымен салыстырған кезде мынау Гакку фестивалі сияқты ол күнде. Қытайда жүрсе, күнде Гакку фестивальда жүрген дей сияқтысы ғой, панфилон бойда адам толып жүреді ғой, салса. Адамдар өте көп, бірақ ешкімді ренжітпейді. Бәрі спокойный. Қаланың виді... Спокойный дегенде айқайлап сөйлемесе енді? Айқайлап сөйлейді, бірақ ешкімге ана дөрекі естемейді да. Дөрекі естемейді. Короче, артымызда Гуанчжоуға вид өте әдемі, қараңыздар.
мынау білмеймін қандай зданиялар екенін. Бағана пойыз өтті. Сол. Әсел ханым, что там, қалай болып отыр? күшті, керемет. Қандай ерекшелік бар екен бізбен салыстырғанда? Адам көп, адам деген сұмдық көп. Енді әлемдегі ең көп адамдардың бірінің мемлекеттерінің бірі ғой. Бірақ өте қызық, супер. Ерекше, бірақ тазалық жағынан мощный екен. То есть андай жер шашылып, андай Индиядағыдай емес, адам көп болғанымен тазалық четко сақталып тұр да. Бірақ Алматыға жетпейді. Алматыға жетпейді. Алматы енді бәрі бөлек қой. Мына жердің мегаполисі, мына жердің адамдардың көптігі вообще просто нереально не описать словами. Мен ойлаймын, мынау ешқандай мемлекетте бұндай көрген жоқпын. То есть біз қанша мемлекетте болдық, қанша қалаларда болдық. Мынандай керемет көріністі қараңыздаршы. Возможно, бұны біз Японияда көреміз да, Токиода или. Қараңыздаршы, адамдар кәдімгідей тоқтап бізден, қараңыздар, түсіріп айналып кетіп жатыр бізден. Кәсіппен жүреді. И кішкене демалып, қарап, бұл жердің өзінің достопримечательности дейді ғой. Сондай жерлерін қарап жүрміз вот. Кеттік. Қанағаттандырылмағандықтарыңызда. Түнгі сағат қазір 11 болды. Қараңыздар, бағана бізде мына жер жанып тұрды ғой сағат 9-10-дарда. Адамдар қыдырып жүрді. Енді қазір адамдар ұйықтау керек негізінде. Тихий час. Ана зданиялардың бәрі өшіп қалды. Қарашы, брат, көрсетші. Бағана бәрі жанып тұрған еді, бәрі өшіп қалды. Негізі біз талай мемлекеттерде болдық, Европада болдық, Италия сол. Кешкі сағат 11-ден кейін адамдар мүлдем жүрмейді. То есть барлығы ұйықтайды, азанда ерте жұмысқа тұрып кете береді. Короче, бұл Қытайда қанша миллиард адам болғанымен де тура сондай система бар екенін көріп тұрмыз, қараңыздар. Бәрі өшіп қалды, уже адамдардың бәрі уже үйлеріне қайтып жатқанын қараңыздар. Машина бәрі үйге қайтып жатыр. Қазір біз кішкентай уголочектамыз. Бұл уголочек тамақ жейтін жер ғой, кішігірім былай айтқанда. Иіс енді шынымды айтқанда кішкене завораживающий дей ма? Андай бір түрлі иіс шығып жатыр. Кальмармен өтеріміз. Деп қойсың, короче. Сондай иіс бір түрлі иіс шығып жатыр, кішкене жолдан бай тұрайық. Мына жерде прикольный мынандай лимон шай алдық. Өте дәм күшті екен. Мына жерде кальмар неше түрлі. Мынау хого емес пе, брат? Хого ғой. Хого деген болушы еді ғой Қазақстанда. Сондай ғой, примерно. Қараңыз. Негізінде Қытайлар сұмдық нәрсені жейді деген көзім жетіп жатыр. Бұл жерде құрбақалар неше түрлі, даже адамның баланы етін жейтін де өседі енді. Көріп жаттық, есілше ертең үлкен рынокқа барамыз. Үлкен базарға барған кезде соның бәрін түсіретін боламыз, иншалла. Кеттік ары. Уже машинаны күтіп отырғанымызға өзіміздің парковкаға кірген жарты сағаттан уже почти 1 сағат болады. Просто машина шыққан күтіп отырмыз. Машина слишком көп. Қызықтың бәрі енді бастады. Біз түнгі Гуанчжоудамыз. Түнгі Гуанчжоу. Мынау бізде получается қазір сағат түнгі 2. Гуанчжоуда мынандай базар бар. Түнгі сағат 12-де ашылып, таңғы сағат 4-те жабылатын. Бұл именно подпольный Гуанчжоу. Біз қазір бірінші магазин кіріп жатырмыз. Бұл жерде именно фейковый заттар сатады, именно люксовый качестводағы товарлар. Мысалға Louis Vuitton бар, Dior, немесе Balenciaga деген сияқты брендтердің ең люксовый качествосы именно бағасына сай. Мысалға, мұнда мысалы көрсетейік. Мысалы, мынандай люкс качестволық товарлар бар. Осы дәл осы сумканың мысалға 70 мың теңгелігі бар, 50 мың теңгелік, 20 мың теңгеліктері де бар. То есть ол өзінің сапасына сай. Мынау именно сумкалар ең мықты качествода өзінің бағасына сай. Мысалы, Louis Vuittonдарда бұл сумка қанша тұрады? 300 мың рубль, 300 мың рубль, ол 1 800 000 теңге. Мынау 70 мың теңге тұрады. Ол жерде цена завышенная, неге өткені ол бізде бренд. Брендтің аты бренд. Енді бұл жерде тура соны копировать еткен, дәл сол материалдармен келген, получается, бағасы бұның, получается, 70 мың теңге. Ойлаңызшы, 70 мың теңге. Бірақ качествосын енді қарап көрсеңіздер болады, жақындап көрейікші. Качествосы, бағасы бүкілі өзіне саймен. Мен просто ремень ұстап тұрмын да қазір, көріп тұрмын, короче, өзінің бағасына келіп тұрған шығын. Бағасын сразу көрсетіп жіберейік. Давайте. 300 мың рубль, мына сайттағы баға. Ал мына жақта енді
сапасы упаковкасы қараңыздар. Мына жазылған кезде міне Made in Francia Louis Vuitton деп шығады, көресіз ше. Өзінің осындай сумкасы бар, несі бар, полный коробка, маровка бәрі бар. Бұл негізі сатуға енді Асеке айтқандай болмайды деді. Қарап көресіздер. Бұл деген просто бізде біз бұны өзіміз определен бір реклама жасауға келген жоқпыз, себебі біз өзіміз бұндай нәрсе сатпаймыз. Біз өзімізге алуға келдік. Аламыз енді, не аламыз енді. Короче, мен өзіме мына сумканы көрдім. Мына сумканың бағасы 65 мың деді ма? 65 мың теңге. Бұл сайттағы бағасы кейте 1,5 миллион теңге тұрады, получается. Качествосы, сапасы барлығы ұнады, мына жерде бір замок барлығы оригинал, тура сол бір оригиналдық не дейді ғой, короче. Лично өзімен де бәрібір оригиналды біз не үшін сатып аламыз, бренд не үшін сатып аламыз, чтобы өзімізді айтқанда самооценкамыз жоғары болып, нормально движение жасау үшін ғой айтқанда. Енді бұл ашин айтқанда казаться дейді ғой. Айтсам, марсың. И мына жерде бізде Dior'лар бар, басқа да сумкалар бар. Так, мен анау базар жоқ екен, братан, қарашы. Мен еще Louis Vuittonның шлепкасын киіп алған, брат, көрсетші. Бірақ бұл оригинал, брат, типа, ержі. Андай бар ма деп сұрау керек қой. Типа, мынау 360 мың теңге тұрады. Сол жерде аяқ киімдер сатады, е? Louis Vuitton'дарды сата ма? Базар жоқ. Өте керемет негізінде. Брат, мына сумканың бағасын көрейікші, мен әйеліме алам ба деп отырмын ше. 1200 юань, ол примерно бір 75 мың теңге, 70 мың теңге. 70 мың теңге тұрады ма, брат? Мына жерде мен оригинал Louis Vuittonның аяғында екен айтсын сенбейді шығар, е? Бұл не бұл? Қандай бренд? Кеттік. Брат, бұл жер подпольный. Неге бұл жерде адамдар жоқ па ше? Короче, бізге түсіруге рұқсат бермей жатыр, брат. Типа, ежі, сен бірақ түсіріп тұра бер сыртынан. Қанша тұрады? Мынаны сұрашы, брат, қанша тұратын? 600 мың ба тұрады, короче. 400 деген мынандай. 31 мың теңге тұра ма, брат? 31 мың теңге тұрады, брат, типа, ойлашы. Сразу нелерін жауа бастады ғой. Мына жерді көрейікші, бағасын сұрап көрейікші. Hello. How much is this? Бұл бізде екінші дүкен, бұл жерде более такой Gucci'дің стилінде жасалған, қараңыздаршы, прям мощный киімдер тұр мына жерде. Бағалар, в принципе, өте арзан. Походу, по себестоимости продают. Короче, бұл жерде бізде стиль полный Gucci, модерн полный Gucci шорты. Мен ең жақсы көретін брендім осы Gucci. Давайте бағасын кішкене салыстырып көрейік. Мен өзім жақсы көретін Gucci'імді давай. Сіз сон киіп алса? Кеттір. Міне мынау менікі. Менде туры осы бар. How much брат? Мынау қанша тұрады? 那个620的。Мынау қанша? Мынау 40 мың теңге тұрады. Типа ежі. Менде дәл осының оригиналы бар. Бұның оригиналы мен 680 мың теңгеге маған асқа тағап подарок еткен болатын. Менің инстаграмда көрсеңіздер болады. Дәл осы кроссовканы. Мынау 40 мың теңге тұрады. Сапасын мен білем. Өткен мен кидім. Қазір салыстырып көрейін. Сапасын қараңыздаршы мұны. Типа білмеймін енді бір. Иісі нормальный. Мощный, по идее. Прям андай различия жоқ деп ойлаймын. Мен мынаны киемін, ананы киемін. Сырттан вообще байқалмайды типа. Осындай брендовый киімдердің люксовый качестволарын сатып адамдар байып жатыр. Что-то мына жерде бізде шалқараға полный Louis Vuitton киініп алған. Уже полный біз контент түсіруге келген адамыз ғой негізі. Полный шопинг дей болып кетті. Видеографымыз да киініп алды, мен де киініп алдым, брат та киініп алды, короче. Үстінде Louis Vuitton қанша қалдысы, брат? Примерно 12 мың ғой. 12 мың теңге. Брат, 500 мың теңге ма, 300 мың теңге ма тұрады? Мынандай Louis Vuitton и Gucci кроссовкер. Сапасы мощный ше. Сапасы тема, брат? Кайф қой. Сапасы мощный. Бірақ менде оригинал сіздер ойлап қалмаңыздар китайский деп, ё-моё.
ойлап қалып жүрмеңіздер, құндылығын құртып алмайын. Брат, мен наны 240 мың теңге алмақшы болғам Италияда, тура осы Dolce Gabbanaның. Еще мен аламай кетіп қалғам. Прям сол ғана, бірақ мен қазір айтамын саған, брат. Бәрі качествосы басқа, оригинал бәрі басқа, бірақ енді типа 10 мың теңге тұрады анау деген 240 мың теңге тұрады, ойлашы. Если хотите, бұлар поштучный заказды алып өткізеді. Егер де осы подпольный магазиннің сіздерге ссылкасы керек болса, менің инстаграмы өтіңіздер, мен сол жақта осы менің ссылкасын беремін. Все, давайте. Достар, біз Гуанчжоудың саяхатын осымен аяқтайын деп тұрмыз, Алан қалауымен. Андай керемет китайский вайпта отырмыз, уже үйреніп те қалдық. Джига деп жүрміз, короче. Гуанчжоудан эмоциялар өте көп, айта берсең өте көп. Түсіретін жерлер слишком көп болғандықтан, даже стористар слишком көп салынып кетті. Барлық жерді аралауға тырыстық. Алан қалауымен өте керемет. Аллаға шүкір, осындай жерлерді көргенімізге, осындай адамдар бізді кездестіріп, осы жерде күшті эмоциялар қалды. Ешқандай бір жаман негативный эмоция жоқ. Гуанчжоу тема келіп тұру керек. Ертең қазір уже бір 5-6 сағаттан кейін біз Иу қаласына ұшамыз. Нағыз қызықтың бәрі сол жақта басталады. Иу бойынша отдельный выпуск болады келесі видеоларда. Обязательно қарап шығыңыздар. Все, сіздермен болған Қасымбек Айдархан. Инстаграмға жазылып қойыңыздар. Заводтың ссылкаларын беремін.